Қайырлы күн достар. Осындай өте дәмді оладьи жасап көріңіздер. Құрамы өте оңай, небәрі бір ғана асқабақ кетеді. Өте оңай жасалатын оладьидің рецептісін көріп алсаңыздар, сіздер де осылай жасайтын боласыздар. Алдымен 400 граммдай осындай бір асқабағымызды алып, екі шетін кесіп тастаймыз да, жақсылап теркадан өткіземіз. Асқабағымызды толықтай теркадан өткіздік. Дәнектерін бөліп аласыздар. Олардың керегі жоқ. Енді осы теркадан өткізілген асқабақтың үстіне 1,5 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін осылай қолымызбен алып, согын шығарып тастаймыз. Міне асқабақтың согын бөліп алдық. Енді үстінен 2 жұмыртқа жарып саламыз. Үстінен 4 ас қасық ұн саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап қасықпен араластырып алдық. Енді табамызға аздап 2 қасықтай май құйып, қыздырып аламыз аздап. Содан кейін 1 қасықтан салып отырып қуырып аламыз. Табамызды жақсылап жоғарғы температурада қыздырып алғаннан кейін, оладьиларды бір қалыпты орташа отта қуырамыз. Оладьиларды қуырып болғаннан кейін жанына 1 помидор турап салып, және ортасына қаймақ салып дастарханға ұсынсаңыз, өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Рецепт ұнаса, реакцияларыңызды қалдырып, каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма жазылып, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыздар, келесі жаңа рецепттерді көретін боласыздар. Ас болсын достар. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.